Қазақстанды құру идеясынан басталды. Біз баршаға және әркімге зор мүмкіндік беретін мемлекет құрып жатырмыз. Бұл әр азамат өз қабілетін шыңдап, адал еңбегімен отбасын асырай алатын ел болып деген сөз. 2022 жылы мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық құрылтай құрылды. Жаңаша тұрпаттағы ежелгі жосын. Мақсат қоғамды біріктіру, содан соң ұлттық құндылықтарды ілгерілету деп көрсетіпті жарғысында. Алғашқы құрылтай Ұлытауда, содан соң Түркістанда, былтыр Атырау қаласында өтті. Ежелгі шаһар сарайшықты негізге алып. Биылғы жиын Бурабайда. Құрылтайдың осы мына ұшса құс қанатталатын алып даламыздың осы қастерлі қасиетті төрлерінде өтуінің өзіндік үлкен мақсаты бар. Кешегі ата тарихымыздағы хандық мемлекеттің дәуірінде небір келелі кеңестер, саяси шешімдер, кәдімгі 300-дің басы қосылған ең үлкен ұлы жиындар осы жерлерде өткен. Сондықтан да біз осы ата тарихымызды анау алтын тамырымызға зер салып, тарихи санамызды ояту, ұлттық санамызды ояту, рухани санамызды ояту, осы мақсат мүддемен біз осы тарихи жерлерге келіп, ұлттық құрылтай өткізіп жатырмыз. Сөзіміз толымды болу үшін бірден Бурабайдағы жиынға бас қоймай, өткен құрылтайлардың өзекті тұстарын бір шолып өтсек. Тағы бір маңызды жұмыс бұл тарихи әділдік орнату. Мен республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Бұл Ұлытаудағы ұлттық құрылтайдың сүйіншілі жаңалық еді. 1990 жылы 25 қазанда мемлекеттің егемендігі туралы декларация қабылданған. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ұлы дата. Өкініштісі, атаулы дата 2009 жылы мемлекет күнтізбесінен сызылып қалған болатын. Енді міне 13 жылдан кейін мемлекет құру жолындағы тарихи қадамның символы республика күніне ұлттық мереке мәртебесі қайтарылды. Отбасындағы зорлық-зомбылық қоғамдағы тағы бір келеңсіз және өзекті мәселе болып тұр. Мұндай заңсыз әрекет жасағандар міндетті түрде заң аясында тиісті жазасын алу керек. Бұл Түркістандағы екінші ұлттық құрылтайда айтылған сөз. Расында бүгін айтып, бүгін талқылап, бүгін шара қолданып, бүгін бетін қайтармаса болмайтын келеңсіздіктің үлкені осы болатын. Алысқа бармай-ақ қоялық. Тап осы екінші ұлттық құрылтай өткен 2023 жылдың 6 айында ғана құқық қорғау қызметкерлері отбасылық жанжалға қатысты 50 мың арыз шағым қабылдапты. 13 мың адам әкімшілік қамауға алынған. Агрессорларға қатысты 87 мың қорғаныс хаттамасы жасалды. Ал айдың күннің аманында жәбір көріп жататын балалардың жағдайы тіптен мүшкіл еді. 2023 жылы сотқа тек қана 9 іс жетсе, 2024 жылы 24 іс сотқа жетті. Себебі бұрын жүйелілікті дәлелдеу өте қиын болды. Буллингке қатысты норма бап енгізілді. Осы бап бойынша 119 адам жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар автобустан шығарып жіберуге қатысты 7 іс қозғалды. Және балаларға қарсы жасалған жыныстық сипатта тиісу деген жаңа бап енгізілді. Бұрын осы әрекеттерге қылмыскерлер жауапкершілікке тартылмаған. Содан кейін олар балаларға арналған ұйымдарға жұмыс жасауға барған. Ол өте қауіпті. Енді маусым айынан бастап осы бап бойынша 34 іс қозғалды. Бұл әрине балалар үшін де,
басқалар үшін де қауіпсіз қоғам құруға жасалған қадамның арқасы. Білесіз, президент ұлттық құрылтайда сөз қозғап қана қоймай, 2024 жылы әйелдердің құқығы мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы заңға қол қойған еді. Жалпы өткен құрылтайларда ашық талқыланып, тиісті органдарға жүктелген тапсырмалар нәтижесінде 9 заң қабылданыпты. Бұл енді қоғамда айтылып жүрген көптеген резонанстық мәселелерге байланысты болды. Бірінші айтатын болсақ, бұл лудоманияға қатысты заң қабылданды. Қазір көріп отырсыздар, көшеде ешқандай осы ойынханалар жарнамалайтын жарнама жоқ. Нашақорлық әсіресе балалар арасында тез таралып, жастарымыз уланып жатыр. Есірткімен күрес белсенді жүргізілмесе, ертең бәрі кеш болуы мүмкін. Тағы бір проблема бұл наркомания мәселесі. Жасайтын, оны ұйымдастыратын наркобарандармен жаңағы күні кеше алданып қалып есірткіні таратып жүрген жастар бірдей жауапкершілікке тартылады. Сондықтан президент бұны дифференциациясына қараң деп, сөйтіп қазір бірінші рет ұсталынған, бірінші рет осының орбитасына түсіп кеткен жастарды жеңіл жаза беріледі, ал енді соны дайындап ұйымдастырып отырғандарға өмір бойы бас бостандығынан айырылатын жауапкершілік қаралды. Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. Баспана 3-ші ұлттық құрылтайда берілген тапсырманың бірі әрі маңыздысы. Өйткені 657.719 адам үй кезегінде тұр. Және кезек жыл санап ұзара берер анық. Тиісінше елдегі тұрғын үй құрылысы да қарқын алған. Айталық, 2024 жыл Қазақстанда 18,96 миллион шаршы метр тұрғын үй салыныпты. Тәуелсіздік алғаннан бергі рекордтық көрсеткіш. Нәтижесінде 172.089 отбасы баспаналы болған. Осы қарқыннан таймаса, 2029 жылға қарай елде 111 миллион шаршы метр тұрғын үй бой көтереді. Жер шоқтығы Көкшетау, Баурын ұлы Бурабай. Алталашқа пана болған Абылайхан орда тігіп, елдікті сақтау жолында қан кене талай рет жорық ашқан қастерлі мекен. Бурабай 4-ші ұлттық құрылтайға дайындық үстінде. Алғашқы күн секция отырыстарына арналды. Бір тарапта үкімет пен орталық мемлекеттік орган өкілдері Атырауда өткен құрылтайдың нәтижесін баяндап, енді бір тарапта елдегі өзекті мәселелер талқыланып жатты. Бүгінде бірнеше маңызды сұрақтар көтерілді. Бір-екі нәрсе, мысалы, кітапханашыларға үлкен бір сүйінші дайындап жатырмыз. Неге десеңіз, қазір таңда кітапханашылар олардың педагог ретінде арнайы мәртебе, артықшылық бір сондай артықшылықтары, қорғау механизмдері қарастырылмаған. Қазіргі таңда құрылтай мүшелері осы мәселені көтеріп, заңнамалық актілерге арнайы жұмыс тобы құрылып, қазір үлкен пакет дайындалып жатыр. Ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты көп мәселе қозғалып жатыр секция жұмыстарында. Осының ішінде мен жеке өзім ұсынысым мына әлеуметтік желілерге қатысты, әсіресе кәмелеттік жасқа толмаған азаматтарды TikTok платформасын ішінара шектеу мәселесімен ұсынамын. 4 баланың әкесі ретінде жалпы кәмелеттік жасқа толмаған балалардың осы пайдалану осы платформа арқылы бүкіл сана сезімін әсер етіп жатқан дүниені мен алаңдатады. Құрылтайдың секциялық отырыстарында азаматтық қоғам, мәдениет, руханият, өнер, ғылым мен білім, әлеуметтік экономикалық салалардың дамуы туралы сан түрлі сауал жолданып, ой қорытылған еді. Қазір енді бірер минуттан кейін осы шаңырақтың астында солардың бәрінің байламы жасалатын алқалы жиын басталады.
Міне, сағат минутына дейін қатталып қойған маңызды сәт. Басты баяндама алдында әуелі құрылтай мүшелеріне сөз берілген. Сөйтіп мемлекет басшысы кәсіптік техникалық білім берудің өзектілігі, тиімсіз шығындарды оңтайландыру, қоғамдық әдеп, ұлттық спорт түрлерін насихаттау, жалған қайырымдылық ұйымдарының мәселесі, салық реформасы және идеологиялық саясаттың жаңа тұжырымдамасына қатысты бірқатар ой пікірлерге құлақ түрді. Осыдан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев 4-ші ұлттық құрылтайдың түйінді баяндамасына көшкен. Сөйтіп, идеологиялық және гуманитарлық жобаларды жолға қоятын бірқатар бастамалар ұсынды. Ономастика саласын, мемлекеттік және мекемелік марапаттар жүйесін жетілдіру, жасампаздық құндылықтарын дәріптеу, әлеуметтік кеселдерді жою, азаматтық қоғамды дамыту, мұның бәрі ауқымды идеологиялық жұмыстың ажырамас бөлігі. Сондықтан шаруаның бәрін жүйелейтін бір тұтас тұжырымдамалық құжат керек деген пікірмен келісемін. Алғашқысы азаматтық қоғам құру. Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың серіктестігі өзекті мәселелерді шешуге, жасампаз құндылықтарды дәріптеуге және ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға ықпал етеді. Поэтому для повышения эффективности государственного социального заказа нужен отдельный закон, соответствующий современным реалиям. Разумеется, законопроект должен пройти глубокую и всестороннюю экспертизу. Уполномоченным органам при участии экспертов и общественных организаций нужно заняться этим вопросом. Биыл Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы. Осыдан 5 жыл бұрын президент Абай институтын құру туралы ұсыныс айтқан еді. Ол цифрлық платформа форматында жүзеге асты. Енді институттың серіктесі ретінде Қытай, Түркия, Моңғолия және басқа да мемлекеттерде төл мәдениетімізді насихаттайтын орталықтар ашылмақ. Тиісінше бұл ұлттық сана сезімді жаһандық ауқымда нығайта түсер тұғыр болмақ. Жергілікті билік өкілдері мен қоғам белсенділері тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жұмысынан шет қалып отыр. Оның үстіне осы бағыттағы жұмыстар қазір әртүрлі құжатпен реттеледі. Шашыраңқы болып тұр бәрі. Соның бәрін бір жерге жинақтаған дұрыс деп ойлаймын. Осыған орай Қазақстан балалары атты бір тұтас бағдарлама қабылдаған жөн. Балалардың және бір қажеттілігін өтеу үшін әрбір облыс, аудан орталығында, кент пен ауылдарда балаларға арналған футбол алаңы болуға тиіс. Алдағы 2 жылдың міндеті. Сондай-ақ әрбір облыс орталығында ерекше қажеттілігі бар. Соның ішінде аутизмге шалдыққан балаларды оңалту және дамыту орталықтарын құру керек деді президент. В правительстве, насколько мне известно, в частности в Министерстве культуры и информации, уже началась работа по оцифровке имеющихся у нас огромных объемов информации, архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий, иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства. Предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей. Бұл жаһандық нейрожүйелерге қазақтың тарихы, мәдениеті мен салт дәстүріне қатысты ақпарат берудің қамы. Президент еліміздің биологиялық әралуандығын қорғаудың айрықша маңызына да тоқталған. Мы приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра Прибалхашья. Это сложная задача, сопряженная с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди сохранение и приумножение численности снежных барсов. Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые, фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа. Животный и растительный мир находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать международный фонд охраны биологического разнообразия. Құрылтайдан кейін сөзсіз қолға алынатын бір мәселе сауаты кем жастарды жетектеп кете беретін жат діни ағымдарға, қазақтың болмысына жат идеологияларға тосқауыл қою. Елімізде дін бостандығына кепілдік берілген, бірақ жүгенсіздікке, тәртіпсіздікке жол беруге болмайды. Діннің аса маңызды миссиясы
ұлтты ұйыстыру. Расында қазір әлеуметтік желілерде діннің атынан сөйлейтін өзі маман емес адамдар қаптап кетті. Дін комитет мәдениет министрлігіне қарайды, соған нақты ұсыныс айтылды. Бұл деген сөз, яғни әлеуметтік желілерде діннің атынан сөйлейтін нақты мамандарға белгілі бір лицензия беру ма, немесе олардың бір арнайы пікір айтуға қамтамасыз ету, нақты маман ретінде қамтамасыз етуін қадағалауымыз керек. Өткен себебі қазір жастар әлеуметтік желіде TikTokта болсын, Facebookта болсын, Instagramда болсын, қазір әртүрлі адамдар діннің атынан ислам дінін жамылып, өзіміздің тарихи тұлғаларымыздың наным сеніміне қол сұғып жатқан жағдайлар аз емес. Ұлттық құрылтайда экономикалық және инфраструктуралық бастамалар да айтылды. Тәуелсіздіктің 40 жылдығына ерекше 5 жетістікпен жетуіміз керек. Оған цифрландыру ісімен жасанды интеллект, көлік тасымалы, энергетика, агроөнеркәсіп кешені мен адам капиталы негіз болмақ. В этом году финансирование реального сектора экономики планируется увеличить почти в 2 раза, до 8 триллионов тенге. В последующие годы правительству предстоит довести объемы фондирования реального сектора до 10 триллионов тенге. 2025-2026 жылдары бірқатар инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асады. Атап айтқанда, Қашаған кенішінде газ өңдеу зауытын, Талдықорған Үшарал магистральды газ құбыры мен Бейнеу Бозой Шымкент газ құбырының екінші желісін іске қосу жоспарланған. Қызылорда мен Түркістан облыстарында бу газ құрылғысына негізделген электр станциясы салынады. Алматыдағы 2-ші және 3-ші жылу электр орталықтары жаңғыртылады. Кендірлі демалыс аймағында су тұщытатын зауыт жұмыс істей бастайды. Қарағанды мен Екібастұзда болат қорытатын зауыттар. Жамбыл облысында минералды тыңайтқыш өндіретін химия кешені пайдалануға беріледі. Алдағы 4 жыл ішінде елімізде жыл сайын 200-ге жуық инвестициялық жоба іске қосылмақ. Осы тұста тағы бір маңызды инфрақұрылымдық жоба қолға алынатыны туралы жариялағым келеді. Мен үкіметке Астанадан Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне тура шығатын автокөлік жолының құрылысын бастауды тапсырдым. Жаңа күре жол орталық және батыс аймақтардың арасын 560 шақырымға қысқартады. Бұл тұтас Торғай өңірінің дамуына тың серпін беретін ауқымды жоба. Күн тәртібінен түспеуі тиіс және бір стратегиялық маңызы бар мәселе шекара маңындағы аудандарды дамыту. Ол үшін арнайы заң қабылданады. Ал президент жанынан ядролық энергетика агенттігін құру болашақтағы ахуал қалай боларын ескере отырып, энергетика саласын кешенді түрде дамыту қажеттілігінен туған қарекет. Біз үшін ешкім елімізді дамытып, көркетіп бермейді. Қазақстан өз азаматтарымызға, яғни бізге ғана керек. Біз өз мүмкіндігіміз бен күш-қуатымызға арқа сүйеуіміз қажет. Сондықтан ұлт ретінде алға басуға не кедергі болса, соның бәрінен арылып, сапалы ұлт болуға тиіспіз. Айтпақшы, биыл ел астанасын Қызылордаға көшіру туралы тарихи шешім қабылданғанына 100 жыл болды. Осыған орай мемлекет басшысы келесі құрылтайды сыр бойында, заманында қазақтың астанасы болған Қызылорда қаласында өткізуді ұсынды.